Қайырлы кеш, қадірмен телекөрермен, студияда Аслан Бияхмет. Бүгін көкейтес сұхбат бағдарламасында студияда қонақта Гүлмира Тасанова, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, үздік педагог 2022 байқауының жеңімпазы, педагог зерттеуші. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы жаңалықтардың барлығы сізде секілді, сондықтан да осы ағартушылық жолға қашан келгеніңізден бастап, кейін осы үздік педагог байқауына ойсайық. Сондықтан енді айта кетсеңіз, ағартушылық жолға қашан және қалай келдіңіз? Рахмет. Енді шынында да сіз айтқандай, қазіргі жаңалықтың барлық жаршысында басында біз болып жатырмыз. Енді өте қуаныштымыз. Мен енді Тасанова Гүлмира Мұхамеджанқызы осы ұстаздық жолға 1996 жылдан бастап келдім. Жалпы осы жолға келуіме әрине себепкер болған өзімнің әкем марқұм Мұхамеджан әкемді айтқым келіп кетеді осы жерде. Өйткені жастайымнан менің осы көркем шығармаға, кітапты оқырман сүйіп оқуыма негізгі себепкер болған әкем болды. Балалық шақтан үйімізде үлкен бөлмеде жаңағы кітап сөресі болатын. Сол есімізді білгеннен көргеніміз жаңағы әкеміздің кітап оқуы болды. Сол әкеме қарап жаңағы бойымды түзеп, мен де сол кітап оқып, кітаптың қыр-сырын, жаңағы әдебиеттің қыр-сырын, көркем шығарманың кейіпкерлерінің қыр-сырына ене отырып, осы тіл маманы болуына ең бірінші себепкер жаңағы әкем марқұмды айтып кеткім келеді. Енді одан кейін өзімізде мектепке келдік. Бұрынғы біздің кезімізде балалардың ең негізгі жаңағы мамандықты сүйіп қалайтыны ол дәрігер мен мұғалім болу еді. Міне сол мұғалімдік жолға осылай келдім. 96 жылдан бастап осы Қостанай қаласында Ыбырай Алтынсарин атындағы қазіргі кезде мамандандырылған мектеп, гимназия интернатында қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалім ретінде жұмысқа қабылдандым. Енді бүгінгі күні сол мектепте 26 жыл болды жұмыс жасап жатқаныма. Жалпы 26 жылдан бері бір мектепте тапжылмай қызмет атқардыңыз, әлбетте мұндай сирек кездеседі деп ойлаймын өзім, себебі 26 жылдан бері бір мектепте қызмет еткен мысалы мұғалімдерді кездестіре бермейсіз. Және сіздің өзіңіздің айтуыңыз бойынша әлбетте ең бірінші мамандыққа деген қызығушылық, кітапқа деген қызығушылықтан басталды ғой, әрмен қарай жалғастырайық. Енді өзіңіздің осы уақытқа дейінгі жетістіктеріңізді айта кетсеңіз, енді жақсы адам жақсымын деп айқайламайды дейді ғой, дегенмен де жетістіктеріңізді біле отырсақ. Дұрыс айтасыз. Енді жаңағы ойымдар қарай жалғастырып кетейін. Сол жетістікке қарай жетелеген мені кім болды деп айтады ғой, бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер дейді. Шынында да осы мектепке келіп жаңағы бұлақ көрсең көзін аш дейді. Осындай жетістікке жетуіме себепкер болған ұстаздарым өте көп, менің тәлімгерлерім көп. Бүгінгі күні олар зейнеткерлікте, жаңағы өзінің жұмысының бүгінгі күні зейнетін көріп жатқан шақта, мысалға сол кездегі өзімнің директорларым Беген Каженұлы, одан кейін Кәрім Жаркенұлы, Сабира Бірмағамбет қызын айтқым келеді. Шында да осындай жетістікке жетелуге, осындай жолға бағыттаушы болған осы кісілер болды. Енді одан кейін енді өзімнің нақты жетістіктеріме тоқталып кетсем, әрине мұғалімнің еңбегі ол балалардың жаңағы жемісімен көрінеді. Оқушының жетістігі. Міне жаңағы балаларымыздың облыстық олимпиадаларға, ғылыми әртүрлі жоба сайыстарға, шығармашылық сайыстарға біз үнемі үзден үстінде соны дайындап жүреміз. Жылма жыл енді бұл жетістіктің өзі бір жылдың уақытымен келетін уақыт емес, әрине бұл жылма жыл жинақталатын табыс. Енді сонымен қатар енді бүгінгі күні ауыз толтырып айтуға болады, 26 жыл жұмыс жасап жатқан еңбегімнің ішінде олимпиада жүлдегерлері де, ғылыми жоба жұмысының жүлдегерлері де бар. Мысалға 2020 жылы бітіріп кеткен түлегім Нұрым деген оқушым жаңағы республика төңірегінде болған халықаралық яссауи байқауларында ғылыми жұмыстан жаңағы жүлдегер болып грант ұтып алды. Одан кейін 2013 жылғы жаңағы Шоланова Салтанат деген оқушымды айтып кеткім келеді. Жаңағы менің артымнан менің ізіммен жүрген оқушыларды. Бұлар да жаңағы Жарқын болашақ КТФ қорының ұйымдастыруымен өткізген республикалық байқауда жүлделі орынға ие болып, республика көлемінде грантқа оқуға түсіп, Астанада, Алматыдағы Сүлеймен Демирел университетін оқуын бітіріп, бүгінгі күні үлкен бір медиалық орталықтың жаңағы басқарып отырған балалар бар. Айта берсек, әрине оқушылар көп. Сонымен қатар енді шығармашылық балалардың байқауы әртүрлі сайыстарға қатыстырамыз. Сонымен қатар мұғалімнің өзінің де кәсіби сайыстары. Бүгінгі күні енді мысалға біздің мұғалімнің кәсіби жетістігі бұл өзіңнің авторлық бағдарламаң. Енді авторлық бағдарлама жаздық.
осы өткен оқу жылында да осы авторлық бағдарлама сайысында облыс төңірегінде 2-ші орынға иелендім. Одан кейін біз енді жылма-жыл әртүрлі халықаралық конференциялар болады. Сол халықаралық конференциялардың жеңімпаздарымын. Сонымен қатар қазір енді айтады ғой, заманына қарай талабы дейді. Сол заманға сай заманауи технологияларды меңгере отырып, әртүрлі видео панорамалық сабақтар, шеберлік сыныптар, видео түсірілімдер арқылы міне осындай да мұғалімдердің арасында сайыстар болды. Сондай сайыстардың бірнешеуіне қатысып, 2-ші жүлделі орындарға ие болдым. Енді өзім ойлаймын, бұл үлкен бір жетістіктің бір бөлігі шығар деп ойлаймын. Әрине, үлкен жетістік демекші, биылғы жылы үлкен бір жетістікке жетіп отырсыз, әлбетте ол үздік педагог атанып отырсыз 2022 жылдың. Енді әрмен қарай жалғастырып, досы биылғы жылға байқау жайында кеңірек тоқталсақ, байқауға қалай қатыстыңыз, ең басында ұсыныс қалай түсті деген секілді? Биылғы жылғы үздік педагог 2022 байқауы өзі өте ерекше болды. Осыған дейін өткенде жаңағы біздің білім министрі Асқар Аймағамбетов айтып жатыр ғой. Бұған дейін бұл байқауға мысалға мектеп әкімшілігі тарапынан ұсыныс түсіп жатады. Мысалға бір мектептен бір жаңағы мұғалім қатысу керек деген сияқты. Биылғы жылдың байқауы ерекше болды. Биыл онлайн платформасы арқылы осы сайысқа қатысам деген кез келген мұғалімнің қалауымен, яғни өзі құжаттарын платформаға жүктеу арқылы қатысты. Яғни бұл жерде бұрынғыдай мектептің немесе жаңағы беріп қойған қатып қалған ереже емес, мұғалімнің өз қалауымен жаңағы қатысты. Онлайн платформасы жүйесінде және өмірде болмаған жаңағы рекорд, биыл 5500 мұғалім қатысқан бұл сайысқа. Енді әрине бұл сайыс болады деген кезінде біз бәрібір мұғалім болғаннан кейін тартыншақтаймыз ғой. Өзіміздің күшімізге сенбейміз бе? Маған да бірақ енді мектептен әкімшілік тарапынан осылай Гүлмира Мұхамеджанқызы, сіздің енді осындай жетістіктеріңіз бар ғой, осындай сайыс болып жатыр, енді осындай байқауға өзіңіздің күшіңізді салып, жаңағы өзіңізді байқап көріңіз деп осындай ұсыныс түскеннен кейін әрине осы байқауға қатыстым. Бірінші аудандық кезеңде біз құжаттарды платформаға жүктедік. Екінші кезең біз облыстық мектеп болғаннан кейін бірден облысқа жұмыстарымыз сол платформа арқылы жіберілді. Бұнда өзіміздің жетістіктеріміз, оқушыларымыздың жетістіктері, грамоталар, алғыс хат, дипломдары жүктеліп, одан кейін мұғалімнің жаңағы өзінің 15 минуттық сабағы видео түрінде түсіріліп жүктелді, және мұғалімнің әдістемелік тақырыбы, яғни кәсіби тақырыбымыз бойынша өзіміздің шеберлігімізді көрсетіп 5 минуттық видеоны жүктедік. Сол облыстық деңгейден біз жаңағы 10 мұғалім облыс деңгейінен осы сайыста жеңіске жетіп, республикаға жолдама алдық. Сөйтіп республика көлемінде 3-ші кезеңде біз жаңағы кез келген мектеп, енді бұл жерде білім министрінің нұсқауымен кез келген мектепке барып жаңағы ашық сабақ беру болды. Сол сөйтіп 3-ші кезеңде ашық сабақ беріп, осылай жаңағы жеңіске жеттік. Енді маған дәл осы кезде мынандай сұрақ келіп отыр. Бәйгеге оқушыны қосқаннан гөрі бәйгеге өзіңіз түскен қиын секілді ғой, Өте қиын. Расымен дегенмен дайындау сізге оңай. Әрине бұл педагогтардың қолынан келетін расымен өзінен гөрі оқушыларды дайындаған әлдеқайда жеңіл секілді. Әрмен қарай жалғастыра отырайық. Енді жалпы сабақ беру үрдісіне келіп тоқталсақ, жаңағы сабақты қандай тақырыпта қозғадыңыз, не жөнінде айтылды деген секілді? Енді өзімнің сабағыма тоқталатын болсақ, бұл жерде бізде жоғарыдан өздері талап қойды, сыныпты таңдаңыздар деп. Біз сыныпты таңдадық, мен 7-ші сыныпты таңдадым, орта буынды таңдадым. Өзім сол сыныптарға сабақ бергеннен кейін жоғары сыныптарға да берем, бірақ 7-ші сынып маған балалар қызықтырақ болды, балаларды. Тақырыпты бізде жоғарғы Астанадан сол сабақ беретін мектеп өздері тақырыпты қойды. Менің тақырыбым сол достық, өмірлік нұсқа деген тақырыпта болды. Әрине, енді бұл жерде сабақ беру барысында өзінің жаңағы бағалау критерийлері болды. Енді ол жерде мұғалімнің жаңағы сабақта оңтайлы тиімді мақсатқа қалай қол жеткізді, балалармен жұмыс жасау барысында сабақ мақсаттары тиімді болды ма, қолданып жатқан сараланған тапсырмаларымыз, тиімді әдіс тәсілдеріміз қаншалықты тиімді болды, оқушылардың сабақ барысындағы кері байланыс, қалыптастырушы бағалаулары қалай жүргізілді. Міне осының барлығы толық қамтылды. Әрине, мен осылардың барлығында басшылыққа ала отырып, сол сабағымның жаңағы құрылымын құрастыра отырып, балалармен сабақты жүргіздім. Енді сырт көзге сыншы дейді ғой, жаңағы Астанаға барған кезінде де енді үзіліс уақытында балаларды бірінші рет көрдік қой, үзіліс уақытында балалар келді, 10 минуттық үзіліс екен, бірден мен танымайтын балалар, өйткені ең негізгі бірінші менің мақсатымда сол балаларды өзіме бірден
көзбен қаратып баурап алу болды. Өйткені олар да маған тосырқап қарап тұрмау керек. Мен де мұғалімнің шеберлігі кез келген ортада өзінің шеберлігін көрсетіп баланы баурай алуы, бірден жаңа үзіліс уақытында балаларды өзіме тартып, балалар, мен бүгін сіздермен сабақ беремін, осындай деп жаңағы көңіл күйлерін көтеріп, балаларды кәдімгі сонда жаңағы сол мектептің енді оқу ағарту жаңағы оқу ісінің орынбасарлары сырт жақтан қарап жүр ғой, сонда айтады, сіздің бірден ұнағаныңыз балаларды бірден өзіңізге тартып алдыңыз дейді. Жаңағы бұл балаларды мен білмеймін ғой, бұл балалар да мені білмейді ғой деп бөлектеніп тұрған жоқсыз дейді. Бірден жаңағы балаларды өзіңіздің қасыңызға тартып алдыңыз дейді. Енді сол шеберлікті мен өзім ойлаймын, енді мұғалімнің бір бойында болатын бір қасиет болу керек шығар деп. Ал енді осы сәтте сабақ беру барысында тақырып достық жөнінде. Ал бақылаушылар жалпы онлайн форматта бақылады ма, жоқ әлде? Жоқ. Сабақ барысында ма? Иә, бұл жерде енді офлайн форматта болды ғой. Біз енді бірінші, екінші кезеңде онлайн форматта болса, бұл жерде енді офлайн форматта жаңағы комиссия, әділқазылар мүшелісі кәдімгідей сабақтың артында отырып, яғни барлығын бақылап, тексеріп қарап отырды. Жалпы сабақта қазір енді қазақ тілі әдебиетінен сабақ дегенмен де тақырып достық жөнінде. Ал бұл жерде басты критерийлер жалпы оқушыны сөйлету болып табылады. Сөйлетіп өзінің ойын анық жеткізу ғой, енді келесі бір бұл шамалы ойсы педагог зерттеуші дегенде атағыңыз бар екен, енді атақ дейміз бе сол жерде? Бұл жерде педагог зерттеуші деген бұл бізде санатымыз. Қазір мұғалімнің өзі кәсіби біліктілігіне байланысты санаты бұл 5 жылда бір рет беріледі. Жаңағы бүгінгі күні біз енді аттестациядан өтеп отырамыз 5 жылда бір. Сонда жаңағы тест тапсырамыз, мұғалімнің портфолиясы жетістіктері бойынша. Сол 2019 жылы осы педагог зерттеуші деген санатын алдым мен. Бүгінгі күні енді бұл санаттың өзі де мұғалімге үлкен жауапкершілікті артады. Өйткені зерттеуші деп тұрғаннан кейін бұл тек қана өзіңнің сабағыңды ғана беріп қоймайсың, мектепте де өзің бір шығармашылық топпен жұмыс жасай отырып, сол шығармашылық топпен жаңағы зерттеу жағдаяттарымен танысып отырасың. Мен өзім де қазіргі кезде мектепте сабақты зерттеу деген, lesson study деген шығармашылық топтың жетекшісімін. Өйткені бүгінгі заман талабының өзі де мұғалімдер құр ғана сабақты беріп қана қоймай, сабақтың барысында балаларға кедергі келтіретін нәрселер, балаларға жаңағы оң жетістікке апаратын қандай жағдайлар бар, біз соны зерттеу арқылы, соны өзіміз көру арқылы жаңағы артықшылықтары мен кемшіліктерін шығарып отырамыз. Сондықтан да бүгінгі күні мен өзім жаңағы мектебімде де осы шығармашылық топты басқарып, осы жұмысты жүргізіп отырамын. Әлбетте, осы төңіректе тағы да бір сұрақ, енді үздік педагог атандыңыз, енді алдағы уақытта мастер-класстар деген секілді қазір оқыту жұмыстары көбейіп жалпы 21-ші ғасырда. Сондай өткізу ойыңызда бар ма, және осы үздік педагог атағы төс белгісі тағы қандай сізге мүмкіндік береді? Әрине, енді бұл жаңағы төс белгі маған мынандай мүмкіндік береді деп мен енді айта алмаймын. Ол мұғалім бұл төс белгі болмаса да өзінің алдына қойылған іске жауапкершілікпен қарау керек. Мысалға, енді шыны керек, мен бүгінгі күні өзім зерттеуші педагог санаты ретінде болсам да, мен өзімнің ғана сабағымды беріп қана балалармен жұмыс істеп қана кете қоймаймын. Мен өзімнің артымнан ілесіп келе жатқан кейінгі буын жас мамандарға да үлгі болуым керек, өйткені өзімнің бар білгенімді, үйренгенімді, тоқығанымды үйретуім керек, жөн сілтеуші болуым керек. Шыны керек, мен енді мынау биыл өзі оқу жылының басында тамыз айында өрлеу біліктілік арттыру институтынан маған ұсыныс түсті. Сіз, Ғалия Сапарбекқызы деген методисім, сіз осы тренерлік топты алып, топпен жұмыс істесеңіз, енді мен де сізді бақылап жүрмін сырттай, біраз білік дағдыларыңыз бар ғой, үйретеріңіз бар ғой дегеннен кейін, осындай ұсыныс түскеннен кейін тренерлікті жүргіздім. Тобымда 27 өзімнің сияқты әріптес ұстаздарым болды. Әрине, осы курс біткеннен кейін де ұстаздарымның алғысы, жаңағы айтып жатқан, әлі күнге дейін айтып жатқан жаңағы пікірлеріне сүйенсем, жалпы жаман болмаған сияқты. Енді бүгінгі күні мынау үздік педагог байқауынан жаңағы жеңіп келгеннен кейін сұраныс бұдан да 2 есе маған, енді шын керек, өзіме ойлаймын, жауапкершілік, маған деген сенімділік бұдан да 2 есе арта түскен сияқты. Енді келген бетте екінші күні бірден мектебіміздің, біз енді қазір желілі қауымдастық деп жатамыз, өзіміз мектебіміз жаңағы Әулиекөл ауданындағы ауылдық мектептерге біз жаңағы подшефный школалар дейміз ғой, мектептерге жетекшілік жасаймыз. Сол мектептердің жас мамандарымен өзіміздің мектептің жас мамандарына жаңағы
ашық сабақ өткіздім. Енді осы аптаның ішінде де облыс төңірегіндегі мұғалімдерге жаңағы ашық сабақ өткізіп жатыр. Одан кейін өзіміздің мектептің ішінде де жас мамандармен шеберлік сыныптарын жаңағы осы тақырып бойынша, әдістемелік тақырып бойынша да бағыт бағдар беріп, жаңағы өзіңіздің осындай жетістікке жетуіңізге не себепкер болды, қандай артықшылықтары бар, сонымен бөліссеңіз деген ұсыныстар түсініп жатыр. Әрине мен бұдан жаңағы бас тартып жатқан жоқпын. Үйренемін деген адамға жаңағы үйретуге әрқашанда дайынмын деп ойлаймын. Әлбетте жаңағы өзіңіздің бөлісу деген тақырыбынан шығып кетіп жатқан сұрақ жалпы. Енді осы байқаудың барысында, қайта оралсақ, байқаудың барысында осындай жүлделі орын алғаныңыз айтылды. Сонда барлық қалай өтті? Жалпы сахнаға шығуыңыз барлығын айта кетсеңіз, ішкі толқыныс деген болды ма? Әрине толқыныс болды. Енді біз Астанаға барып бірінші сабақ беріп келдік қой. Астанадан келгеннен кейін енді мектепке келдік. О жақта да айтылды, енді сабақ бағаланады деді. Одан кейін жаңағы республикалық әділ-қазылар комиссиясы біздің жаңағы платформаға жүктелген құжаттарымыз бойынша портфолио дейміз ғой бүгінгі күні, оны да қарайды, байқайды деді. Яғни барлығы бағаланады деді. Енді о жақтан келгеннен кейін де 123 мұғалім қатысты ғой. Сол кезде жалпы республикалық санға 123 мұғалім қатысты. Әрине өзімнің бойымда біртүрлі сенімсіздік те болды. Ой, ала алмай қалатын шығармын деген сияқты. Одан кейін мектепке келіп, сол келесі аптада 2-3 күннен кейін жаңағы хабар шықты. Енді мектепте ең бірінші әкімшілік қой, жаңағы келіп осылай құттықтап айтып жатқан кезінде сене алмадым шынында да. Өз-өзіме келе алмай, шын бекен, рас бекен деген сияқты. Одан кейін жаңағы мектебіміздің директоры Салсылханқызы екеуміз сол күні бірден Астанаға жүріп кеттік. Астанаға екінші күні келген кезінде жаңағы үлкен бір Реседан деген қонақ үйінде үлкен залда осы табыстау рәсімі болды. Енді бұл жерде менің өзіме бір көңіліме толқытқан не, бұл жерде енді облыс бойынша таныстырып жатты ғой, Алматы облысы, Ақтөбе облысы дегенде, ал енді ортаға Қостанай облысы деген кезінде Қостанайдың атын шығарып жатырмыз-ау, Қостанайымыздың есімі осы Астананың төрінде айтылып жатыр дегенде кеудеме шынында үлкен бір қуаныш. Өзім үшін қуанған жоқпын, шыны керек. Қостанай деген облыстың аты шығып жатыр дегенге. Енді сахнаға шыққан кезіндегі сәтімді де былай қарап тұрсам, біртүрлі ертек сияқты министрдің қолынан барып осындай марапаттауды алудың өзі, мен өзім ойлаймын, әрбір ұстаздың арманы. Сондықтан да жаңағы министрдің қасына қалай барып, қолымды қалай ұсынып жатқанымды де шыны керек енді бір өң мен түстің арасындай болды. Бірақ өзім үшін қуанған жоқпын, өзімнің Қостанай облысым және өзімнің Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп, гимназия, интернаты дегенде мектебімнің ұжымның атынан осындай әйтеуір лауазым біздің атымызды шығарып жатыр ғой деген үлкен жүрекке қуаныш сыйлады. Әлбетте енді Ыбырай, Ахмет сынды ғұламалар осы Қостанай облысынан шыққан ғой, сондықтан да бізден жалпы дәл осындай үздік педагогтардың шығуы бізге таңсық болмау керек деп ойлаймын негізі. Дұрыс айтасыз. Жалпы ойым сондай енді. Енді әрмен қарай жалғастырайық. Ұлағатты ұстаздардың бойында қандай қасиеттер табылуы керек деген жалпылама сұрақты қойсақ сізге? Енді ұлағатты ұстаздардың бойында мен өзім ойлаймын, ең бірінші мысалға ұстаз болып келгеннен кейін ұстаздың жүгі өте ауыр. Кез келген уақытта, қиын уақытта шешім шығара алатын, өзін ұстамды ұстай білетін, ең бірінші өзінің шәкіртін жақсы көретін. Өйткені бүгінгі күні заманның өзі әртүрлі, мысалға алдымызда әртүрлі оқушы келеді. Баланың жас ерекшелігі де, баланың мінез ерекшелігі де әртүрлі. Кез келген жағдайда баланың жанын түсіне білетін, жаңағы заманауи технологиялар дейміз ғой, қазір сандық ресурстар деп жатырмыз, заманның талабына сай, заман сізден не талап етеді, соған сай әрекет жасай алатындай қабілеттер мен өзім ойлаймын ұстаздың бойында толық қалыптасу керек деп ойлаймын. Әне жас мамандарға қандай кеңес берер едіңіз? Өзіңіз қандай кеңес айтып жүрсіз негізі? Енді мен өзім ойлаймын, жас мамандарға көп жағдайда мұғалім болғаннан кейін ұстаздардың бойынан әртүрлі ерекшеліктер кездесіп жатасын. Мен өзімнің оқушыларыма да айтамын. Балалар, Мұқағали Мақатаевтың тамаша бір сөзі бар деймін. Өмірде екі нәрседен қателеспеу керек. Бірінші олжар таңдау, екінші мамандық таңдау. Көп жағдайда мысалға ұстаздық мамандықтың кәсіпті арзандатып жүрген кездер болды. Мен мынандай оқуға түсе алмасам, ұстаздық мамандыққа барам деп. Ал ұстаз болу ол екінің қолынан келе бермейтін нәрсе. Сондықтан да қазіргі жас мамандар үшін де егер сіз осы мамандықты таңдадың екенсіз, онда бұл мамандық, бұл мен өзім ойлаймын,
өмірде жас ұрпақты тәрбиелеп оқыту бұл өте үлкен қиын іс. Осы мамандыққа келген екенсің, бос уақытыңды тек өтірмей оқу керек, үйрену керек. Жас болсам да мен тек қана осыны біледі екенмін деп, сол білгеніңмен ғана қалыптасып қалмау керек. Сынды көтере білу керек. Көп жағдайда жас мамандар бізде қазір сынды көтере алмайтын жағдайлар болып жатады. Сынға да төзе білу керек. Оқушымен арасында жақсы қарым-қатынасты түзей алу керек. Және жаңағы заманға сай сізден не талап етеді, соған сай әрекет жасау керек деп мен өзім ойлаймын ұстаздардың, жас мамандарға. Әлбетте, әрмен қарай жалғастырып отырайық. Енді үздік педагог атанып отырсыз. Жалпы енді қазір сабақ беру әдістеріңізде қандай ерекшелік бар? Соны айта кетсеңіз. Енді бұған дейін осы ерекшелігіңіз арқылы үздік педагог атанып отырсыз негізі. және өзіңіздің біліктілігіңіз бен еңбегіңіз арқасында, сондықтан да осы ерекшелігін айта кетсеңіз. Енді қазіргі кезде енді қарап отырсақ, біз жаңартылған оқу бағдарламасымен оқып жатырмыз, иә. Жаңартылған оқу бағдарламасымен мынау дәстүрлік бұрынғы оқыту бағдарламасының арасы шынында да жер мен көктей екен. Енді мен өзім бүгінгі күні мен 26 жылғы өтілім бар ғой, мен осы білдім, осы білетінмен қалып қойым керек, осыны ғана үйретуім деп мен оны санамаймын. Заманның талабына сай қандай жаңа технологиялар шығып жатыр, мен соған сай білгенді біліп әрі қарай дамытуға әрқашанда талпыныс жасап отырамын. Бүгінгі күні мен енді мысалға жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде мынау жаңа технологиялардың бірі төңкерілген сынып оқыту технологиясы деген бар. Осы технологияны шыны керек қыр-сырын толық зерттеп, тіпті мектептің ішінде де жаңағы сабақты зерттеу тобымен осыны зерттеп, артықшылықтары мен кемшіліктерін аша отырып, өзімнің жұмысымда қолдандым. Шыны керек. Одан тыс енді өзіміздің қаншалықты айтсақ та біздің кезіндегі қоғам қайраткерлеріміз, мысалға Жүсіпбек Аймауытовты алайықшы, оның еңбектерін, ғылыми еңбектерін қарап отырсақ, оның біз енді қазіргі жаңартылған оқу бағдарламасы кезінде біз оқу мақсаттары негізінде жұмыс жасаймыз ғой. Оқу мақсаттарында баланың коммуникативтік дағдыға қалыптастыратын бір дағды оқылым дағдысы бар. Сонда оқылым мәтіндеріне сүйене отырсақ, біз қазір кезде оқылым алды, оқылым кезі, оқылымнан кейін деп балаларға сай тапсырмаларды дайындаймыз. Енді Жүсіпбек Аймауытов ағамыздың жаңағы ғылыми еңбектеріне қарап отырсақ, сол кездің өзінде ол кісі осы оқылым мәтінін айтып кеткен екен. Оқылым алды, оқылым кезі, оқылымнан кейін. Сонда қарап отырсақ, біз өткенімізді ұмытып кетіп, бүгінгі күнмен ғана әрі қарай әрекет жасауымыз керек. Өткеніміз бен бүгінгіні салыстыра отырып, соның тиімді жағын алып, қарастырып, бүгінгі ұрпақтың бойына, яғни бүгінгі оқушының сұранысын қанағаттандыратындай әдіс тәсілдерді тиімді қолдана білуіміз керек деп ойлаймын. Әлбетте, жауабыңызға рахмет. Енді тағы да әрмен қарай жалғастырып отырып, осы биыл енді үздік педагог атандыңыз. Алдағы уақытта қандай байқауларға бәлкім қатысуға ойыңыз бар ма? Әрине, бұнымен біз енді бір немен қалмаймыз ғой. Мына үздік педагог байқауы өзі 10 жылда бір-ақ рет болады екен. Енді біздің мұғалімдерге тарапында, оның сыртында да толып жатқан байқаулары бар ғой. Қазір жаңашыл педагог деген электрондық сайттар арқылы жасалып жатқан педагог бар. Одан кейін жаңа айтып кеттім, авторлық бағдарлама облыс көлемінде 2-ші орын алдым. Енді өзімнің күшімді республика көлемінде де жаңағы байқағым келеді. Сондықтан да бұнымен мен тоқталып қоймаймын. Ұстаздың алдына жаңағы келетін қандай сайыстар болады, сол сайыстарға мүмкіндігімше қатысуға тырысамын деп ойлаймын. Енді жалпы тосыннан келген тосын сұрағым бар еді, дегенмен де уақыт өз аяғына жетіп қалған екен. Келесі жолы бір сұхбаттасқан кезде дәл сол көкейімдегі сұрақты сізге қоямын деген үміттемін. Алда тағы да студияда кездесе жатырмыз деген ойдамын. Жалпы енді бүгін біздің студияға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Мархабат, өзіңіздің ізгі тілегіңізді білдіргіңіз келсе, 4-ші камера сізде. Енді мен бүгінгі өзімнің ең бірінші мектеп ұжымыма тілегімді білдіргім келеді, оқушыларыма, ата-аналарыма, туған туыстарыма, міне барлықтарыңызға зор денсаулық, әрбір айтады ғой, ең бірінші отбасы. Отбасыларыңыздағы бауырларыңыз, туғандарыңыз аман болсын. Жалпы адами құндылықтарымыздан ешқашан алшақтамай, өзіміздің бір-бірімізге деген жылы лебізімізді әрқашанда білдіріп, сіз біздеп, сыйласып, өмір сүре берейік деп тілегімді білдіргім келеді. Сонымен қатар осы үздік педагог 2022 байқауында осындай жеңіске жеттіңіз деп қаншама жылы лебіздеріңізді білдіріп жатырсыздар. Сол үшін сіздерге үлкен алғыс білдіремін.
Қадірмен жері көрмен, ал бүгін біздің студияда болған Гүлмира Тасанова қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі, үздік педагог 2022 байқауының жеңімпазы, педагог зерттеуші. Аман сау болыңыздар, келесі кездескенше.